Баршаңызға сәлем. Оқушының жақсы оқуына не кедергі немесе сәттілік өз қолыңда жобамыздың екінші бөлімін жалғастырамыз. Ата-анаға кеңес, оқуға деген ынтаны қалай арттыруға болады? 7. Мақсат қою. Уақытында және дұрыс қойылған мақсат табандылықты ынталандырады және шабыттандырады. Өзін-өзі бағалауды арттырады, мақсаттарды перспективалы, ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді деп бөліңіз. Әр санаттан ең қызығын таңдаңыз, аралық жетістіктерге мән беріп бағалап отырыңыз. Бұл соңғы нәтижеге әсер етеді. 8. Ғарышкерлер және балериналар тақырыбында қиялдаңыз. Балаңызға мамандық таңдау туралы мүмкіндігінше ертерек ойлануына әсер етіңіз. Ол өскен кезде кім болғысы келеді? Бұл жаһандық мақсат. Оған қазірден бастап білім алу қажет. Онсыз ол болашақта жасай алмайды. Олар есейген сайын мамандық таңдау өзгерсін. Бастысы болашақ ғарышкердің математиканы білмеуі ұят екенін түсінуі керек. Ал балерина мен сахнада физика туралы білім пайдалы болады. 9. Қазір көруге болатын нәтиже. Бастауыш сыныптарда балаларға бір күннен соң, бір аптадан соң не болатыны қызық. Баланы жақын арадағы тапсырмаға қызықтырыңыз. Мысалы, берілген материал үшін жақсы немесе керемет бағаласын. Әрбір мақсаттың өз мерзімі бар. Бұл белгісіздікке жол бермейді. Тапсырманы визуализациялау оның орындауды жеңілдетеді. Сондықтан оны жазып алған дұрыс. Ол бірнеше кезеңнен тұруы мүмкін. Тиісінше әр кезең жеке абзацпен жазылады және әрқайсының өз мерзімі белгіленеді. 10. Эмоционалды және материалдық сыйақы. Эмоционалды және материалдық сыйақы бұл қозғаушы механизм. Іс-әрекеттің ең күшті қозғаушысы. Сыйақы алу қанағаттануға жасалған нәрсенің бәрі бекер емес екенін түсінуге әкеледі. Еңбек неғұрлым көп жұмсалса, сәттілік соғұрлым тәтті болады. Санада еңбектің арты жеміс екені бекітіледі. Оң эмоциялар одан әрі жұмыс істеуге түрткі болады. Ал келесі мақсат үшін көп уақыт пен күш жұмсау бекер емес болады. Сауалнаманы қажетіңізге қарай қарап шықсаңыз болады. Оқушылармен жүргізілген сауалнама бойынша қорытынды. Барлық респонденттер мектепте оқу оңай екенін атап өтті. Бұл оңай, өйткені сыныпта барлығы бірін-бірі біледі. Бір үлкен отбасы сияқты. Жеке оқыту іс жүзінде жүзеге асырылады. Мектепте жайлы және өте жақсы. Сондай-ақ барлық респонденттер жалқаулық пен уақыттың жетіспеуі оларға жақсы оқуға кедергі келтіреді деп жауап берді. Неліктен жалқаулық жеңеді? Себебі оқу бұл титаникалық жұмыс, демек мектеп оқушылары еңбек етуді қойған. Ауыл оқушылары ежелден ақ еңбек ете алатындығымен және әрқашан көп және адал ниетпен жұмыс істейтіндігімен ерекшеленді. Қазір не болды? Физикалық тұрғыдан қазіргі оқушылар аз жұмыс істейді. Бұрынғыдай үй шаруалары азайған, ата-аналар да оларды көп жұмсамайды. Демек, ақыл ой жұмысына деген қарым-қатынаста солай. Оқушылар уақыттың жетіспейтіндігіне шағымданады. Дегенмен олардың бірде-біреуі осы уақытты ұялы телефон арқылы Instagram, TikTok әлеуметтік желілерінде бостан-босқа қанша уақыт өткізетінін есептемеген. Үй тапсырмаларының көптігін айтып шағымданған оқушылар да бар. Бірақ біздің мектептегі директордың тәрбие жөніндегі орынбасарының айтуынша, барлық пәндер бойынша үй тапсырмаларының мөлшері қалыпты. Бұл үнемі бақыланады және тексеріліп отырады. Мектепте табысты болу үшін сізге тек ниет, қалау, еңбекқорлық, мотивация және азарт керек. Қорытынды. Біз жүргізген зерттеу нәтижелерін талдай отырып, 3-4 сыныптағы білім сапасының көрсеткіші келесі себептерге байланысты төмендеді деген қорытынды жасадық. Оқу жүктемесінің жоғарылауы, материалдың күрделенуі, нәтижесінде ортадан төмен және ақыл ой дамуы төмен оқушыларға оқу қиынға соқты. Оқуға қызығушылықтың болмауы, үй тапсырмаларын сапасыз орындау,
Кейбір оқушылардың ерік-жігерінің даму деңгейінің төмендігі оқушылардың сабақтан тыс уақытын ұтымсыз пайдалануы. Екінші реттік сабақтарға көп уақыт жұмсалады. Ұсыныстар. Бірінші, жетістікке жету үшін жалқаулықпен қоштасу керек. Екінші, ұстаздың айтқан тапсырмаларын өздігінше орындап жаттығу қажет. Үшінші, өзің шеш, не үшін және кім үшін оқисың? Төртінші, уақытың мен күшіңді ақылмен әдемі реттей біл. Бесінші, үй тапсырмаларын орындауға адал бол. Алтыншы, білім алудағы мәселелерді уақытында жоюға тырыс. Жетінші, алаңдататын факторлар, компьютер, теледидар және басқа да ойын-сауықтар өз орнын білуі керек. Олардың ұзақ уақыт назарыңда болуына жол берме. Сегізінші, иммунитетті нығайту және ауруға қымбат уақытыңды жұмсамау, сабақты себепсіз жіберіп алмау. Тоғызыншы, дене белсенділігі, мектептегі үлгерімнің тамаша көмекшісі. 10-шы, мұғаліммен қарым-қатынасты ешқашан бұзба. Жақсы оқу үшін сіз пәнге қызығушылық танытуыңыз керек, ал мұғалім оны міндетті түрде бағалайды. Маңызды. Өзіңізге деген сенімді жоғалтпау маңызды. Не қалайтыныңды білу, мақсатқа берік болу, бұл әркімнің алтын ережесі болуы керек. Бұл қиындықтар мен сәтсіздіктер арқылы жеңіске, мақсатқа жетудің қуанышына келеді. Мақсат қойыңыз, армандаңыз, және олар міндетті түрде орындалады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Біздің видеомыз ұнаса, арнамызды қолдап, лайк басып, қоңыраушаны белгілеп, тіркеле кетіңіз. Алда тағы да қызықты жобалар ұсынатын боламыз.